Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге 2-ақ жұмыртқадан пісетін осыншама көп шығатын бисквитный пирогтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер достар. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, разрыхитель, бетіне жаққанға қаймақ, сгущенка, оның бетіне жаққанға ганаш, ол міндетті емес, ұн, қант, маргарита, сары май, яғни 72%. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды араластыратын боламыз. Жұмыртқа салқын болу міндетті емес, комнатная температура, яғни үй температурасындағы жұмыртқа болса бола береді. Бірінші венчикпен араластырып аламыз, одан кейін қант салып отырып, тағы да жақсылап араластырып отыратын боламыз. 3-4 қантпен жұмыртқамызды араластырғаннан кейін барып, сары майымызды ерітіп аламыз. Еріген сары майымызды салып, тағы 1-2 минут араластырамыз. 1-2 минут араластырғаннан кейін барып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, араластырып, одан кейін разрыхителімізді салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз осындай қоюлықта болуы қажет. Енді біз бисквитімізді пісіретін боламыз. Мен бисквиттарымды осындай 4 бұрышты формада пісіретін боламын. Қандай формада пісірем десеңіздер, оның бәрі қалауларыңызбен маған кескенге ыңғайлы. Қамырымызды жағып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 200 градустағы 10-15 минутта пісіріп аламыз. Неге тез десеңіздер, бұл қамыр өте жұқа жайылғандықтан бұл өте тез пісетін болады. Пештеріңізді қарап отырыңыздар, асты күйіп кетпесін. Бисквитіміз өте жұқа жайылса да 2 есе болып көтерілетін болады, тура видеодағында көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы бисквитіміздің үстіне сироп құятын боламыз. Мен ыстықтай құямын. Суға қантты араластырып алдым. Оның бәрін описанияға жазып кетемін, қаншалықты екенін. Енді осы сиропымызды бисквиттің бетіне жағып шығамыз қасықпен. Бұл бисквитіміз сочный болу үшін. Кремімді араластырып алдым. Сироп құйып болғаннан кейін кремімді жағатын боламын. Кремді бетіне түгелі жағып шығамыз. Бұл жерде де айта кететін, міндетті емес, тек сгущенка мен қаймақ дегеніміз. Тек сгущенка жақсаңыздар да болады, или қаймаққа сахарный пудра жақ ішіне араластырып жақсаңыздар да болады. Оның бәрі өз қалауларыңызбен. Или только сироп жағып, одан кейін барып шоколадный ганашты құйып қойсаңыздар да өте дәмді болады. Оның бәрі өз қалауларыңызбен үйде қандай зат бар, сондаймен пісіре берсеңіздер болады. Енді бетіне шоколадты ерітіп жағатын боламыз. Бұл ганаш негізінде қаймақ пен сгущенка жаққаннан кейін холодильникке салып қою керек. Бір 10-15 минут қаймағымыз қатқанша. Менде балалар жегісі келгендіктен мен холодильникке салған жоқпын, бірден бетіне жағып жатырмын. Қаймақ жаққаннан кейін бетіне бірден шоколадымды жағып жатырмын. Егерде товарный әдемілік түрі болсын десеңіздер, холодильникке салып қаймақты қатырбаңыздар, одан кейін барып шоколадты бетіне жақ. Шоколадты жағып болғаннан кейін формадан бисквитімді ажыратып жатырмын пышақтың көмегімен. Дастарханға қойғанға ыңғайлы болатындай мен бисквиттарымды бөліп қоятын боламын. Оның бәрі өз қалауларыңызбен, қалай кесіп, қалай қойсаңыздар да. И бетін әрлеуде өз қалауларыңызбен. Мен малина, орех и шоколадпен әрлейтін боламын беттерін. Міне қыздар, 15 минутта біздің бисквитный пирогымыз дайын болды. Өте дәмді пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментария жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбек қызым. Тағы да бір айта кететін қыздар, егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.